Hey guys, what's up everyone? Байланыста Miss Нурай және Juice English парақшасы. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін бір айда қалай көтеріп, IELTS тапсыруға болатыны туралы сөйлесетін боламыз. Яғни мен видеода өзіме көмектескен, өзімнің IELTS балымды 6-5-тен 7-ге көтеруге көмектескен бір айлық жоспарымен бөлісетін боламын. Жалпы ғаламторда не көп? Материал көп. Барлығы ол материалдарды қалай дұрыс жинақтап қолдану керек екенін білмей жатады. Ал біз сіздермен осы видеода әр секцияға жеке-жеке тоқталып, осы 4 апта бойы қалай IELTS-қа 7 алуға дайындалып шығуға болатынын түсіндіретін боламыз. Жалпы бұл жоспармен дайындалып бастамас бұрын сіздердің деңгейлеріңіз кем дегенде intermediate болу керек. Себебі бұл IELTS деңгейі күрделілеу емтихан болғандықтан деңгейлеріңізді ең алдымен General English'та intermediate немесе upper intermediate-ға дейін көтеріп алғандарыңыз жөн. Жоспар ровно 28 күнге, яғни 4 аптаға арналады. Және ең үлкен ереже жоспармен дайындалып бастамас бұрын IELTS структурасымен бірінші танысып алыңыздар. Және де IELTS-та келетін сұрақтар типін түсініп алғандарыңыз жөн. Яғни не тапсырып жатырсыздар, не үшін тапсырып жатырсыздар, соны түсіну міндетті түрде керек. Ал біз болса ең бірінші чек-листтің бірінші парақшасында сіздерге әр секцияға арналған, әр секцияның структурасын және де сұрақтар типін түсінуге арналған материалдармен бөлісіп қойдық. Келесі кезекте жоспардың өзіне көшейік. Жоспар негізі 4 структурадан тұрады. Яғни сіз бір күнде 4 тапсырма жасайсыз. Мысалы, бірінші күні жаңа vocabulary topic, оның қасына бір reading тапсырмасын және де бір listeningті орындасаңыз жеткілікті. Ал кейін 4-ші тапсырма ретінде IELTS-ың секцияларынан басыңыз ауырып, шаршап кетпеу үшін өзіңізге қызықты қосымша тапсырма қоссаңыз болады. Мен бұл жерде әр понедельник күн сайын TED Talk немесе соған ұқсас қосымша тапсырмаларды талдау, сол жердегі түсінбейтін сөздерге разбор жасау және де сол сөздерді жаттауды кеңес беремін. Ал келесі күнге қарайтын болсаңыздар, ол жерде уже new grammar, жаңа грамматиканы оқисыздар. Одан кейін барып оның жанына speaking пен writing-ті қосуға болады. Потому что егер сіздер reading, listening, speaking, writing барлығын бір күнде істейтін болсаңыздар, ол миға өте ауыр болып кетеді. Ал менің случайымда екеусін осылай бөлген дұрыс, reading пен listening-ті және де speaking пен writing-ті. Және де екінші күннің қосымша тапсырмасы ретінде мен артикль, яғни статья, мақала оқуға кеңес беремін, себебі IELTS все-таки ол академик деңгейдегі экзамен болғаннан кейін өздеріңізді сондай қиын текстерді оқуға үйрету керексіз. Бұл тоже өзіңіз қызығатын тақырыпта болуы мүмкін. Кез келген тақырыпты алып, сол тақырыпта артикль оқысаңыз, және де ол жердегі өзіңізге таныс емес сөздерді жазып алып, мағынасын түсініп, солны в дальнейшем speaking-та, reading-та қолдануға тырыссаңыз болады. Және де үшінші күнге мен бағанағы vocabulary-дан басталып reading, listening және де соңғы 4-ші структура ретінде TED Talks-тың орнында жаңа қосымша тапсырма, яғни өлең талдауды кеңес беремін. Сөйтіп 4-ші күні, четверг күні получается бағанағы grammar, speaking, writing және де соңында экстра тапсырма ретінде chat roulette, яғни өзіңіз foreign speaker-ларды тауып алып интернетте chat рулетка сияқты free talk-тарда ағылшындармен сөйлесеңіз болады видеозвонок арқылы. Яғни біз сіздермен бірінші аптада не істедік? Понедельник, вторник, среда, четверг күндері 4 тапсырмадан өте интенсивный дайындық жасадық. Және де қалған 3 күні жұма, сенбі және де жексенбі. Жұма күні сіз барлық 4 күн бойы жасаған ақпараттарды, материалдарды қайталап шығуыңыз қажет, because revision is the mother of learning, guys. Яғни повторение, мать учения. Жаңа жаттаған vocabulary, grammar, солардың барлығын бір күні отырып, бастан аяғына дейін қайталап шығып, ал Saturday, яғни сенбі күні осы материалдарды бекіту мақсатында mock тест, яғни пробный тапсырып көрсеңіз болады. Пробныйды интернеттен бесплатный сайттарда да, платный сайттарда да кез келген ашып тапсыра берсеңіз өзіңізге ыңғайлы болады. Және де on Sunday you have to rest. Және де жексенбі күні барлықтарыңызға демалуға кеңес беремін. Себебі егер де сіздер аптасына 7 күн, 24-те 7 ағылшын деп, еще IELTS-тың қиын академик деңгейінде дайындалатын болсаңыздар, миыңыз
бум болуы мүмкін. Сондықтан да игерілген материалдардың барлығы healthy түрде сіздің миыңызға сіңу үшін сол күнді басқа нәрсеге арнаңыз және де демалумен жұмсасаңыз өзіңізге жақсы болады дегім келеді. Ал келесі аптадан бастап біз бірінші аптада жасағандарды қайталаймыз, бірақ та басқа тақырыптарды қолданамыз. Яғни понедельник күні получается жаңа vocabulary, reading, listening, бірақ та төртінші экстра таск ретінде movie көрсеңіз, яғни кез келген ағылшын тілінде оригиналда сериалды, фильмді қарап, сол жердегі сөздерді түртіп алып, өзіңізге қолданысын, мағынасын жазып алсаңыз болады. Келесі кезекте grammar, speaking, writing тапсырмалары, бірақ та басқа тақырыптарды аласыз, және де төртінші экстра таск ретінде подкаст талдасаңыз болады ағылшын тілінде. Тура сол сияқты қайтадан қайталаймыз. On Wednesday you have to do vocabulary, reading, listening tasks, and төртінші тапсырма ретінде speed reading. Speed reading дегеніміз не? Мен өзім readingті осы speed reading техникасы арқылы дамытқанмын десем де болады. Себебі reading секциясында сізге 1 сағаттың ішінде дәу 3 passage жасау керек. Ал ол үшін сізге не керек? Әрине уақыт көп керек. Ана 1 сағаттың ішінде, по сути, ол 3 passage'ті жасап үлгеру мүмкін емес болып кетеді. Ал ол үшін текстті тез түсініп, тез анализировать етіп, көз жүгіртіп шығу керек болады да. Мен өзім speed reading деген платформа, Spreader деген, если что, биоға қалдырып кете аламыз. Тексттерді тез жылдам оқып түсінуге үйрендім сол платформа арқылы. Получается, сіздер ішіндегі keywords'тарды, сөйлемнің мағынасын, сөздің мағынасын сол платформада тексттерді жылдам оқу арқылы және оларды жылдам түсіну арқылы практиковать ете аласыз. Speed reader. Келесі, ол бағанағындай new grammar, new speaking, writing exercises. Мен сіздерге әр қайсысына кітаптан тақырыптарды бекітіп қойған болатынмын. Сол жерден кез келген тақырыпты, то есть бекітілген тақырыпты ашып, просто алып жасай бересіздер. Барлығы дайын тұр сіздер үшін. Және де төртінші тапсырманы мен уже voice acting және де mirroring деп бердім. Яғни бұл басқаша shadowing техникасы деп те аталады. Кез келген фильмнің үзіндісін, немесе видеоны native спикерлердің ағылшын тіліндегі YouTube-дан қосып қоясыз, паузаға қоясыз, және де сол айтылған 1-2 секундтағы адамдардың сөзін, мимикасын, pronunciation-ын қалай бар, солай қайталайтын боласыздар. Бұл сөздердің ағылшын тіліндегі pronunciation, акценттарыңызды дамытуға өте үлкен practice болуы мүмкін. Және де дәл солай, аптаның қалған 3 күні revision, mock test және де демалысқа арналатын болады. Келесі 3-ші аптада барлығы дәл солай, бірақ та басқа тақырыптармен мен тек қана дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, четверг күндеріндегі 4-ші тапсырмаларға ғана тоқталатын боламын. 4-ші тапсырманы мен қайталадым. Сіздер қайтадан TED Talk көресіздер, кез келген TED Talk'ты, қайтадан article оқисыздар, қайтадан өлең талдайсыздар, және де қайтадан өздеріңіз кез келген веб-сайттағы чат-рулетка болсын, ол OMU деген сайт болсын, өздеріңіз шет елдік адаммен видеозвонок арқылы сөйлесіп, ағылшын спикингтарыңызды арттырсаңыздар болады. Себебі, знаете, ең үздік жолы ағылшын тілін үйренудің, ол ағылшындардың ортасына тап болу. Бізде қазір енді Қазақстанда болғандықтан, Америкаға кете алмайтын болғандықтан, IELTS тапсырып алғаннан кейін обязательно кетеміз берсе. Сіздер өздеріңіздің қазіргі орталарыңызды ағылшын тіліне ауыстыра аласыздар. Яғни ол сіздердің social медиаларыңыз, ол сіздердің телефон, ноутбуктарыңыз, солардың барлығын ағылшын әлеміне, ағылшын тіліне ауыстырып тастауға кеңес беремін. Және де соның тағы бір жолы чат-рулетка арқылы өзіңіздің онлайн достарыңызды табу. Әрине, native спикерлерді. Және де 4-ші аптада дәл сол нәрселерді, бірақ та тағы қайталаймыз. 2-ші аптада жасаған movie, podcast, speed reading, және де voice acting, mirroring. Guys, мен айтқан нәрселерді қазір сіздер чек-листті ашып отырып тағы бір қарап шығыңыздар. Сол кезде барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. 4 апталық жоспарымыз осы. Бұл жерде барлық тақырыптар четко берілген. Мен сіздерге кітаптың қай кітаптардан, қай материалдардан алынғанында биоға жазып кете аламыз. Сол жерден просто мен белгілеп қойған тақырыптарға кіресіздер, орындайсыздар, қайталайсыздар, mock тест тапсырып өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдіресіздер, және де міндетті түрде 7-ші күні аптаның демалуға внимание қоюға кеңес берем, себебі демалмасаңыздар, ана ақпараттардың барлығы сіңбейді миларыңызға. Жалпы осылайша 4 аптада сіздер кем дегенде 0,5
0,5 балға, яғни мен көтергендей 6-5-тен 7-ге көтердім деп айтып отырмын осы жоспар арқылы. Сіздер де кем дегенде 0,5-ға IELTS ұпайларыңызды көтере аласыздар. Ал бірінші рет тапсырам дегендерге әрине кем дегенде 6-6,5 алуға көмектесетін жоспар. Бұл жоспарды ары қарай сіздер 2 айға да, 3 айға да, 4 айға да созып қолдана берсеңіздер болады. Пайдасы тиді деп үміттенемін. Сіздермен бірге болған Мисс Нұрай. Егер де жоспар ұнаса, және де жоспар шынымен сіздерге пайдалы болса, комментарийға кері байланыс беріп кетсеңіздер болады. So guys, see you later!